алатыңыздар ана видеоны удалить. Бұл видеоның соңын көрген соң сен бұл оқиғаға енді басқаша қарайсың. 2 жыл бұрын жойылған видео қайта тарады, бірақ оның ішіндегі шындық ешкім күтпеген еді. Асаба хан мен әйелінің видеосы жай әзіл емес екен. Соңғы кадрда барлығы ашылады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ақтау қаласында Асаба хан деген атпен танылған жігіт бар еді. Той жүргізетін, елге танымал, әрқашан күліп жүретін, жұртқа жақын адам. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Түн ортасында әлеуметтік желілерде белгісіз бір ескі видео тарап кетті. Сапасы нашар, кадрлар үзіліп тұр. Видеоның атауы жоқ, бірақ ішінде хан мен оның әйелі. Екеуі де басқа адам сияқты, дауыстары өзгеше, көздері суық. Видео бірден бүкіл Қазақстанға тарады. Хан алғашқы видеоны көргенде телефон қолынан түсіріп алды. Бұл біз емеспіз деді ол сыбырлап. Әйелі болса үнсіз қалды. Бірақ оның көздерінде қорқыныш емес, таныс нәрсе бар еді. Біз оны өшірдік қой деді ол ақырын. Екеуі де бір нәрсені есіне түсіргендей болды, бірақ айтуға қорықты. 2 жыл бұрын хан мен әйелі қала сыртындағы ескі үйді жалға алған. Контент үшін қорқынышты видео түсіреміз деген оймен барған. Сол жерде олар ескі кассета тапты. Шам басқан, белгісіз жазу бар. Кассетаны көргенде әйелі бұны қоспай-ақ қояйық деді. Бірақ хан күліп, контент керек қой деп камераны қосты. Сол сәттен бастап бәрі өзгерді. Камера қосулы тұрды. Алғашында бәрі жай әзіл сияқты болды, бірақ кейін кассетаны көргеннен кейін олардың дауысы өзгере бастады. Хан бір сәтке тоқтап, біреу қарап тұр деді. Әйелі де камераға қарап қатып қалды. Сол сәтте бөлме ішіндегі жарық жыпылықтап өшіп-көшіп тұрды. Камера бәрін жазып алды. Бірақ ең қорқыныштысы, олар өздері не істеп жатқанын толық түсінбей қалған. Ертеңіне екеуі ештеңе болмағандай оянды. Кеше не болғанын толық есіне түсіре алмады. Камерадағы жазбаны көргенде екеуі де шошып кетті. Бұны ешкім көрмеу керек деді хан. Олар видеоны өшірді, кассетаны сындырды, сол үйді тастап кетті және бәрін ұмытуға тырысты. 2 жыл өтті. Олар өмірін жалғастырып кетті. Бірақ интернет ешқашан ұмытпайды. Біреу бір жерден сол видеоны қайта жүктеді. Бұл жолы толық нұсқасы. Хан мен әйелі видеоны тоқтатуға тырысты. Барлық сайттарға жазды, жалынды, бірақ видео вирус сияқты тарады. Ал адамдар енді тек қорықпады. Олар сұрақ қоя бастады. Соңғы бөлімі ең қорқынышты еді. Видеоның соңғы минуттарында бәрі анық көрінді. Бұл қорқынышты контент емес еді. Бұл олардың өздері үшін түсірген видео. Онда хан мен әйелі бір-бірін емес, камера алдында біреуге сөйлеп тұрғандай, бөгде, түсініксіз тілде. Кейін олардың әрекеттері тым қараңғы бағытқа ауысты. Олар бір нәрсені шақырған және сол нәрсеге жауап берген. Видео аяқталғанда бөлмеде үшінші бір көлеңке анық көрінеді. Осы дәлелдерден кейін полиция іске араласты. Тергеу басталды. Хан мен әйелі ұсталды. Бірақ ең қорқыныштысы, олар жауап бермеді. Тек бір сөйлемді қайталай берді. Біз жалғыз емес едік.
Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет. 7, 8, 9. Сен біздің видеоны көрдің бе?